Messi'nin mansabı qachon аяқталатыны мәлім болды. Ал Ника Уильямс Барселонаға келуге асығар емес. Манчестер Юнайтед қандай тоғызықты өздерінің қатарларына қосып алды. Ал Ламин Ямал әлі де қыздармен кездесуді доғарған жоқ. Осы және осы ұқсас жаңалықтарды біздің арнамыздан көресіздер. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, әрине комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал біз болсақ әдеттегідей видеомызды бастайық. Ника Уильямстың Барселонаға келуі қиындап кетті. Созылған бәріне кінәлі каталондық клубтың ескі дерті. Мен мұнда футболшыларды тіркеу мәселесін айтып отырмын. Журналист Фернандо Полоның мәліметінше, шабуылшының өкілі Барселонадан келесі маусымда футболшының Ла Лигаға қатысатынына кепілдік сұрап отыр. Клуб басшылығы ешқандай мәселе болмайды деп жауап берген, бірақ нақты 100% деп айта алмапты. Сол себепті ойыншы бұл трансферге келісуге асығар емес. Ол өткен маусымда Дани Ольмамен болған жағдай қайталанама деп қорқады. Сол кезде футболшының маусым ортасында қаржылық қиындықтарға байланысты тіркей алмай, матчты трибунадан көруге мәжбүр қылған. Алайда Жерар Ромеро деген журналист мүлдем басқаша пікір айтты. Каталониялық инсайдерінің айтуынша, Ника Барселонаға бұрынғыдан да жақын және күлгін көк команда келісімге қажетті барлық құжаттарға қол қояды және 3-4 күннің ішінде Ника Уильямс Барсаның ресми ойыншысы болады деген ақпараттарды шығарып жатыр. Тіпті Ромеро Полоның инсайдын шындыққа жанаспайды деп сынап отыр. Мұнда Депортиво басылымының журналисті нақтылап мәлімдеме жасады. Мен трансфер болмайды деп отырған жоқпын, бірақ келіссөздер тығырыққа тірелді деп сөзін аяқтады. Енді бұл жерде екі басылымдар бір-бірімен қырылып жатқан сияқты. Шын айтсақ, Барселонаның қазіргі уақыттағы Ника Уильямсты командаға қосуы қиындап кеткен сияқты. Себебі әрине қаржылық жағдай. Тіпті футболшы келісім шартқа тіркеу мәселесі туындаса, бір жақты түрде оның бұзылатын шартты қосуды сұраған деген ақпараттарда бар. Әрине Нико секілді талантты жас ойыншы тез келген командаға керек. Бірақ егер оған ойын уақыты емес, тіпті құрамға кіруде кепілденбесе, ол не үшін Барселонаға келуі керек? Соған қарамастан трансферлік терезе енді ғана ашылды және Ника Уильямс төңірегіндегі бұл түрлі жағдайларды кем дегенде бір ай бойы бақылайтын сияқтымыз. Ника Уильямстың өзі де трансфер көп созылып, тағы бір маусым Атлетик Билбаода қалғысы келмейді. Барса сапына қосылғысы келеді. Ал Барсада оны қосқысы келеді, бірақ енді оларда қаражат жоқ. Достар, сіздер қалай ойлайсыздар? Ника Уильямс осы жазда Барселонаға сапыға қосыла ма, әлде Атлетик Билбаода қала ма? Менің ойымша бұл трансфер қиынға соғып жатыр және болмай қалуы да әбден мүмкін. Өз ойларыңызды әрине комментарияға қалдыруды ұмытпаңыздар. Біз жаңалықтарымызды жалғастыра берейік. Ламин Ямал қазір демалыста жүр, әрі демалысты толыққанды пайдаланып жатыр. Жақында ғана бүкіл футбол әлемі оны испаниялық блогер Фати Васкеспен қарым-қатынасын талқылаған болатын. Бұл қыз футболшыдан 12 жас үлкен еді, алайда шабуылшының өзі мен толығымен бос адамын, ол 30 жастағы модель, біз жай ғана доспыз деп сөзін аяқтаған болатын. Енді футболшы Неридзи курорттарында демалып жүр. Испан басылымдарының жазуынша, Ямал достармен бір күніне 5000 еуро тұратын яхта жалдап демалып отыр. Әрине бұл сома футболшы үшін қиын ақша емес. Жаңа келісім шарт бойынша Барселонадан жылына 40 миллион еуро алатын болады. 18 жасқа толатын жас баланың өзі Ла Лигада ең көп жалақы алады. Реалдың жұлдызы Килиан Мбаппенің өзі де мынандай ақша алмайды. Шабуылшы мен оның достарымен бірге яхтада 8 қыз демалып жүргені айтылды. Бірақ бұқаралық ақпарат көздері бұл қыздарды кім екені әлі анықтаған жоқ. Қысқасы, жас футболшы әзірге көңіл көтеріп жүр, бірақ жақында ол Барселона құрамына қайта оралып жаңа маусымға дайындықты бастайды. Команданың бас бапкері Ханс Дитер Флик командасын шілденің ортасынан жинауды жоспарлап отыр. Ол кезде Ла Лига басталмай тұрып бірнеше бақылау матчтарын өткізу қажет болады. Осы жазда Ламин Ямал көп ақша жұмсап жібермекші сияқты. Айтпақшы, ақша демекші бір футбол аңызы футболмен қош айтысы бизнесте бет бұруға шешім қабылдады. Сыбысқа сенсек, Англияның әйелдер құрамасындағы жартылай қорғаушы Ческа Ментлитрейл мансабын аяқта бересектерге арналған контент түсірмекші екен. Бұл футболшы жас деп айта алмаймыз, жас талант деп айта алмаймыз, жасы біразға жетіп қалған енді. Не дейміз енді, контент түсірсін, өзі білсін. Жай ғана ақша мәселесі қозылғаннан кейін осы жаңалықтарды да сіздерге жеткізе кетейін дедім. Достар, енді лайкты аямаңыздар. Соңғы видеода вообще мүлдем лайк болған жоқ. Айтпап едім, лайк басып, енді айтқызбай лайкты бассаңыздар біз өте қуанышты болар едік.
Биылғы жазғы трансферлік кезеңіндегі Манчестер Юнайтедтің басты мақсаты қолдан сусып кеткен сияқты. Қызыл шайтандар Брентфордтың шабуылшысы Брайтон Мбомені ұзақ уақыт бойы командаға алуға тырысты. Тіпті футболшы басқа клубтармен келіссөз жүргізуден бас тартқан болатын. Оның жалғыз мақсаты Олд Траффордқа ауысу. Брентфорд клубы болса Манчестер Юнайтедтен 70 миллион евро сұрап жатыр. Трансфермаркет порталындағы құны 55 миллион евро. Ал Манчестер Юнайтед болса 55 миллион евродан бір тиын көп ақша бермейміз деп жатыр. Брентфордтың өзі ойыншыны жіберуге дайын емес. Бобенің өзі де Манчестер Юнайтедтің жанкүйері сияқты, себебі ағылшын премьер лигасының 17-ші орнында немесе 16-ші орнында аяқтаған командаға баруға дайын. Еуропа лигасына қатыспайды, конференция лигасына қатыспайды, тіпті чемпиондар лигасына қатыспайды. Ешқайда қатыспайтын Манчестер Юнайтедтің сапына қосылғысы келіп отыр. Енді осы ойыншыға респект. MU-дің көп жанкүйерлері осы трансферді жүзеге асуын қалап жатыр. Брентфордтың бас директоры Фил Джейлс ашық түрде мәлімдеп өзінің сұхбатын берді. Егер бізге әділ ұсыныс түспесе, ойыншы келесі маусымда да командада қалады. Біз Брайанмен және оның өкілдерімен сөйлестік. Осы жазда Манчестер Юнайтедке бармауы мүмкін. Жалпы осы Манчестер Юнайтед бізде керекті ақшаны ұсынбайтын болса, ойыншымыз өзіміздің сапында қалады. Ойыншы да енді Брентфордта қалуға қарсы емес деп сөзін аяқтады. Брентфордта қалуға қарсы емес деген қалай сонда, мен мүлдем түсініп жатқан жоқпын. Ойыншының өзі Юнайтедке барам деп отса. Осы сұхбаттан кейін Манчестер Юнайтед шабуылшы позициясына жаңа кандидат тапты. The Athletic мәліметінше, Оли Уэткинс қызыл шайтандардың жаңа нысанына айналған. Бұл Астон Вилланың ойыншысы, жасы осы жазда 30-ға толатын болады. Бұл ойыншыны не істейді деп жатырмын. Астон Виллада өзінің деңгейін жақсы көрсетіп жүр. Дриблинг да бар, жылдамдығы да бар, пас беру де бар, және Англия ұлттық құрамасы да шақырылып жүр. 30 жастағы ойыншының қатарға қосуы бұл сәл күрделі сияқты. Өзлеріңіз әрине комментарияға қалдыруды ұмытпаңыздар. 30 жастағы ойыншы үшін 60 миллион евро сұрап отыр Астон Вилла клубы. Енді Юнайтед осы жаңағы ойыншыны сатып алғанда дұрыс сияқты. Уэткинстен көрі ана Мбаппе дұрыс сияқты. Себебі бұл 25 жастағы ойыншы, ал ана ойыншы 30 жастағы 10 миллион евро қосып, 25 жастағы ойыншыны қатара қосса, өте керемет болар еді. Достар, біз екінші арнамызда маусымда қорытындылап видео шығарған болатын. Біз сол арнамызда қолдап кетіңіздер. Енді сіздерге айта кетейін, осы 3-4 күннің ішінде Манчестер Юнайтедтің қалай пайда болуы, жақсы дәуірі, жаман дәуірі, құлдырауы, Криштиану Роналдоның дәуірі, оны бәрін монтаждаймыз. Сценарийін қазір жазып жатырмыз. Сол себепті ол арнамызда тіркеп қойыңыздар. Апта сайын клубтардың тарихы және де қызықты факттар туралы шығаратын боламыз. Сол себепті ол арнамызды қолдаңыздар. Осы арнамызды да қолдап лайкпен аямай отырыңыздар. Кеше Лионель Мессидің болашағына қатысты соншалықты маңызды ақпараттары болды. Тіпті неден бастарымды білмей тұрмын. Мүмкін Аргентина құрамасынан кетуі де мүмкін. Мүмкін Еуропаға, тіпті Барселонаға қайта оралуы да мүмкін. Немесе Интер Майамимен келісімшартты ұзартуы да әбден мүмкін. Мессидің Аргентина құрамасынан бір жылда кетуі мүмкін екенін шабуылшыға жақын журналист Дильям Баламе мәлімдеді. Бұл футбол шолушысы аргентиналықтың өмірбаянын жазған, сондықтан оның ақпараттарына сенуге болады. Ол былай деді: Месси өзі де келесі әлем чемпионатына ойнаймы жоқ па білмейді. Егер ол Америкада қалатын болса, нақты шешімді турнирге жақындағанда қабылдайды. Қазір ол тек сәттен ләззат алып жүр және футбол ойнап жүр деп сөзін аяқтады. Бұл журналистің сөзімен келіссек болатын шығар. Мессидің жасы қазіргі уақытта 38-де. Бір жағынан, егер Месси ұлттық құрамамен қош айтса, бұл шок болды. Себебі жанкүйерлердің есінде әлі күнге дейін Аргентинаны әлем чемпионы қылғаны сәті есінде тұр. Ал енді не болады? Аяқталды ма бәрі? Екінші жағынан, әрқашан шыңда жүрген Мессиді кеткен дұрыс. Ал қазір еш қалжыңсыз Лео сол шыңда тұр. Соңғы жылдары Месси Аргентинамен бірге 4 трофей жеңді: 2 Америка кубогы, финалисті және әрине әлем чемпионаты. Бірақ егер Лео Аргентинада қалса, онда Интер Майамидегі ойынын тоқтатуы мүмкін. Жақында Пари Сен-Жермен болған матчтан кейін Мессидің өзі де Еуропаға қайтқысы келеді, немесе енді Интер Майамиден кеткісі келеді. Пари Сен-Жерменнен алған жеңіліс ауыр кеткен сияқты Лео Мессиға. Мессидің өзі де біліп жүр, қазіргі уақыттағы Интер Майами еуропалық клубтармен теңесе алмайды, және тіпті ортаңғол клубтармен де
Barcelonaga oralуу мүмкүн деген акпараттар да чыгарып жатыр. Бул акпаратка сенүү қазіргі вакытта кыйын. Немесе Барселона мен Месси кошташып кетүүі де мүмкүн. Ханси Флик жаттыратын Барселона типти Френки де Йонгдун өзүндө эң мыкты калпына келтире алды. Френки де Йонг негизинде өзүн жакшы көрсөтө алмай жүрөдү. Қазіргі вакытта Фликтин колунда жакшыра түштү. Месси де енді Барселонага келетін болса, вингер эмес, ондуктун рөлүн немесе шабуылшы болмаса да жартылай коргоочунун рөлүн аткаратыны анык. Фабрицио Романоның өзі жеткізіп жатыр. Лео осы жазда Интер Майамиден кетеді және басқа америкалық клубына немесе өзінің туған клубына оралады деп сөзін аяқтады. Енді Месси аңыз қай жаққа барса да аңыз болатыны анық. Бірақ енді Пари Сен-Жерменнен алған жеңілісі Леоға қатты әсер еткені анық. Достар, енді барынша лайкты аямаңыздар. Біз жаңалықтарымызды жалғастыра берейік. Бұқаралық ақпарат көздерінде Фил Фоден жайлы тағы жазыла бастады. Ол Манчестер Сити клубынан кетіп басқа командаға ауысуы мүмкін деген хабарларда бар. Соң ақпараттарға қарағанда оған Арсенал қызығушылық танытып отыр. Жаңа командаға ауысу Фоденге карьерасын қайта жандандыруға көмектесуі мүмкін дейді сарапшылар. Биылғы маусым оның ойыны үшін сәтсіз өтті. Сол себепті оның трансферлік бағасы түсіп кетті. 150 миллион еуродан 100 миллион еуроға дейін төмендеді. Бірақ бұл шегі емес сияқты. Манчестер Сити оны сату туралы да ойланып жатқан шығар. Айта кету керек, Арсеналдың бапкері Микель Артета бұрын Ситиде жұмыс істеген кезінде Фоденмен бірде болған, сондықтан бұл ойыншыны жақсы біледі. Егер Фоден Арсеналға келсе, біз оны мүлдем басқа қырынан көріп қалуымыз әбден мүмкін. 2024 жылы Англияда жылдың үздік ойыншысы атанған еді, ал биыл өзі ешнәрсе көрсете алған жоқ. Манчестер Ситидің де жағдайы жақсы болмады осы маусымда. Манчестер Ситиде Фил Фоденнен басқа да ойыншылардың да трансферлік баға түсіп кетті. Себебі Манчестер Сити ешнәрсе жеңіп алған жоқ және жақсы деңгей көрсете алмады. Фоденнің өзі былай дейді: бұл маусым мен үшін ауыр болды. Футболдан бөлек өмірімде біраз қиын сәттер болды. Кейде өмірде футболдан да маңызды дүниелер болады. Бірақ келесі маусымда барымды салып қайта бұрынғы деңгейіме ораламын деп үміттенемін. Себебі мен оған сенімдімін және командаластарыма маған көмектеседі. Мен командадан трофей жеңу үшін қолымнан келгеннің барлығын жасаймын деп өзінің сөзін аяқтады. Шынында да жаңа клубқа ауысу Фоден үшін жақсы өзгеріс болуы мүмкін. Әсіресе ол команда Арсенал сияқты болса. Бірақ бұл трансфердің шарттары түсініксіз. Оған 100 миллион еуро төлеу бұл да енді бір риск сияқты. Тәуекелге бармайтын шығар Арсенал клубы. Қазіргі уақыттағы Фоденнің психологиялық жағдайы да Арсенал клубын алаңдатып отыр. Мүмкін ол одан әрі нашарлап кетуі де мүмкін. Сол себепті Артета мен оның командасы бұл трансферге бірден келсе қоймайтын шығар. Ал Ситиде оны жай ғана арендаға беруге қызықпайтын сияқты. Егер аренда болса, онда қандай да бір нақты шарттарымен болуы мүмкін. Өйткені жалға беру бұл соңғы мүмкіндік секілді. Мүмкін Фоден емес Ситиде мәселе бар шығар. Қысқасы, Фоден Манчестер Ситиде жүргенде оның бағасы әлде қайда жоғары. Ал егер басқа клубқа арендаға кетіп тағы да сәтсіз ойнаса, құны тіпті төмендеп кетеді. Сол себепті Сити бұл трансферге өте мұқият қарайтын болады. Енді сұрақ: сіз Фоден қайта қалпына келеді деп ойлайсыз ба, әлде бәрі одан сайын нашарлай ма? Өз ойларыңызды комментария қалдырып, лайкты басыңыздар. Біз болсақ әдеттегідей жаңалықтарымызды жалғастыра берейік. Трансфермаркет порталы Пол Погбаның нарықтағы бағасын жаңартты. Ол ұзақ уақыт бойы ойнамағандықтан бұрын бағасы мүлдем басқа еді. Енді оның құны қазіргі уақытта 5 миллион еуро. Естеріңізде болса, бір кездері Манчестер Юнайтед оны 100 миллион еуроға сатып алған еді. Айтпақшы, Погба әлі күнге дейін қызыл шайтандардың ең қымбат трансфері болып саналады. Жақында Погбаның Монако клубына өткені ресми түрде хабарланды. Бұл жаңалық француз футболына қатты толқытты. Тіпті келісімшартқа қол қойып көзде де жасалды. Ол Монакомен 2 жылдық келісімшартқа отырды. Қаржылық мәліметтер жарияланған жоқ. Бірақ біз ойлаймыз, бұл жолы Погба бұрынғыдай көп ақша талап етпеген шығар. Келісімге келу үшін қаржылық талаптарды азайтуы да әбден мүмкін. Айта кетейік, алдағы маусымда Монако Чемпиондар лигасына қатысады. Сондықтан біз Погбаны бұл турнирлерде көре аламыз. Бұл оған өз атағын қайта шығарып, бұрынғы деңгейіне оралуға мүмкіндік беретін болады. Дегенмен, егер ол Франция чемпионатына Лига 1-де жақсы ойнаса, бұл да жеткілікті болады.
Inter Miami Paris Saint-Germain men bolgan oyunda uyatqa kaldı. Amerikalık komanda Çempionlar Ligasının jеңімпазымен кездесуде мүлдем дәрменсіз көрінді. Бірінші таймда Мессидің командасы өзі жарты алаңында да шыға алмай толықтай қорғаныста болды. Ал париждіктер керісінше еш кедергісіз 4 гол соғып тастай алды. Бұл 4 голдың барлығы алғашқы таймда соғылған. Екінші таймда есеп өзгерген жоқ. Ойыннан кейін Интер Майамидің капитанына Мессиге әрине сын көп айтылды. Көпшілік оны кінәлі деді, прессинг жасамайды деді, соның арқасында команда жеңілді деп айтты. Осыдан кейін Месси бұл сындарға жауап беруге мәжбүр болды. Месси көкем былай дейді: біз клубтық әлем чемпионатында өз мақсатымызға жеттік, плей-офф кезеңіне өттік. Бұл біздің клуб үшін үлкен жетістік. Бүгін Чемпиондар Лигасының жеңімпазынан ұтылдық, бірақ турнирден абыроймен кеттік. Енді MLS-ке назар аударамыз деді Лео Месси. Алайда бұл сөздер жанкелерге әсер етпеді. Көп адамға оның бұл мәлімдемесі жай және ресми болып көрінді. Нағыз эмоцияны өзінің командаластарының бірі еш нәрсе айтылған жоқ. Ешкім эмоция білдірген жоқ. Тек Златан Ибрагимович, енді оның қарсыласы десек те болар. Енді әріптесі, бұрынғы әріптесі Барселонада ойнаған, ол да өз ойын білдіре кетті. Златан былай жазды: Месси жеңілді дейсіздер ме? Жоқ, бұл Мессидің жеңілісі емес. Жеңілген Интер Майами. Сіздер сол команданы көрдіңіздер ме? Месси тірі ойыншылармен емес, ескерткіштермен ойнап жүр. Ол Парижде немесе Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити немесе Барселонада ойнағанда өзінің деңгейін көрсетіп тастар еді және Парис Сен-Жерменде ешқандай мүмкіндік бермес еді деп сөзін аяқтады. Златан дұрыс айтып отыр, себебі Интер Майамидегі басқа ойыншылар Мессидің деңгейінде емес. Командада Бускетс пен Суарес секілді мықтылар да бар, бірақ олар Америка лигасында өздерін көрсете алмай жатыр. Ал Месси болса әлі де жоғарғы деңгейде өзін көрсетіп жүр. Парис Сен-Жерменге қарсы ойында да жалғыз өзі шабуылды сүйреп жүрді. Ол прессингке қатты араласпады, бірақ шабуылдағы әрекеттері әлі де бұрынғы Мессидің ойыны. Ол берген керемет пастардан кейін Интер Майами гол соға алар ма еді деп ойлап қойым. Негізінде жақсы мүмкіндіктер болды. Интер Майамидің өзі де гол соға алған жоқ. Әрине бұл Лео Мессидің жанкүйерлері үшін өте ауыр болды. Енді Интер Майамидің жанкүйерлері демей-ақ қоя салайық, енді Леоның жанкүйерлері үшін ауыр болды. Оның қарсыласы әрине Криштиану Роналду клубтық әлем чемпионатына қатысқан жоқ. Леоның қатысқанда бұл жетістік шығар. Ал достар, біздің жаңалығымыз осы. Арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге әдеттегідей күнделікті футбол ақпараттарын жеткіземіз. Баршамыз лайкты аямайық.